Қалай вахтада істемей-ақ, Астана Алматыда тұрмай, таргеттен айына 300 000 теңге табуға болады. Менің есімім Дәурен, мен 3 жылдық опыты бар таргетологпын. Және менімен таргет оңай. Таргеттен табыс табу үшін 3-ақ нәрсе керек. Ең бірінші, шағын кәсібі бар танысыңыз болу керек. Екінші, сол танысыңызға барасыз және оған айтасыз: мен саған таргетті тегін жасап берем, егер саған клиент алып келсем, сен маған айлық төлейсің, немесе продажадан процентке келсеміз дейсіз. Үшінші, ең базовый таргеттің настройкасын үйреніп аласыз. Соны үйреніп алып, танысыңызға клиент әкеліп бересіз. Енді сұрақ: клиентті қайдан табам деген. Қазақстанда Инстаграмның официальны 11 миллион қолданушысы бар. Соның ішінен сізге бар жоғы 100 адам ғана керек. Енді танысыңызға сол 100 адамды алып келесіз, ол өзінің товарын сатады, ал сіз танысыңызбен бір айлыққа келсесіз. Танысыңызбен бастапқыда 50 000 теңге зарплатаға келсе аласыз. Дәл солай 3 клиент тапсаңыз, 150 000 теңге табасыз. Кішкене опыт жинағаннан кейін 6 клиент жинап, 300 000 теңгеге шыға аласыз. Ал енді базовый таргеттің настройкасын қалай жасаймын десеңіз, маған дайректке таргет сөзін жіберіңіз.